Жұмақтың кілті анаңның табаныңның астында деген сөздің мәнін біз өмірімізде мың рет естісек те, бірақ іс жүзінде қадіріне жете бермейтініміз ақиқат. Тар құрсағын кеңейтіп, тұла бойын мейірім махаббатқа толтырған жаратқан Құдай ана атты асыл жанға ерекше жүрек сыйлаған секілді. Себебі ана махаббатымен жылы алақаны кез келген қатыгез жүректі ерте алатын күшке ие. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басына. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым, алғи сөз басына деп, ақиық ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай, жер бетіндегі барша аналардың тағдыры күреспен өтсе де, ұрпақ бақыт үшін өз бақытын аямаған дәл сондай жанды еске алу біздің парызымыз. Біз бүгін дәл сондай кеудесі мейір махаббатқа толы болған, бірімізге асыл ана, бірімізге ардақты апа, жанашыр жан, қамқор ұстаз, қажырлы педагог және баршамыз үшін қадірлі де сыйлы жан бола білген Қозбағарова Назым Керейқызын сағынышпен еске алатын боламыз. Жарық өмірге шыр етіп келген күннен бастап, ата-анасы қызымыз жан-жағын махаббатқа толтырсын, нәзікті әдемі болсын деген ниетпен анамыздың есімін Назым деп ырымдап қойса керек. Назым Керейқызы тату-тәтті қарым-қатынас орнаған Керей Құдайбергенұлы мен Ишанова Тойғанның шаңырағында дүние есігін ашты. Мектеп табалдырығынан бастап үйдегі ата мен әженің қазақы мінезге бай тәрбиесін көрген Назым Керейқызы нағыз бақытты балалық шақты бастан кешірді десек артық айтпаймыз. Ерекше атап өтетін бір жайт бар. Анамыз отбасында көптен күткен қыз бала болды. Себебі алдындағы топ бастар Серкедей Асқар Тау ағалары Лайық, Төрехан, Қасымнан кейінгі отбасындағы 4-ші ұрпақ. Осы 4 баланың ішіндегі Назым анамыздың тәрбиесімен сүйікті атасы Құдайберген ата мен қадірлі әжесі Ақсұлу әжеміз айналысты. Сондықтан да Назым анамыз кішкентайынан байсалды, байыпты, ақылды, сезімтал болып өсті. Сол мінез және сол қабілет оның өмірінде көптеген кедергілерді жеңуіне септігін тигізді. Ең алғаш рет Назым Керейқызы 1970-1978 жылға дейін Ойсылқара орта мектебінде оқып, білім нәрімен сусындады. 1978 жылдан 1980 жылға дейін оқуын Ақтөбе қаласындағы Құсайынов атындағы интернат мектебінде жалғастырды. Ата-әжеміздің шаңырағында басты талап, білім және биік адамгершілік қасиет бірінші орында болатын. Бір ерекше атап өтетін жағдай, ата-анасы әсіресе Керей атамыз қыздары міндетті түрде жоғары білім алу керек деп есептеді. Себебі қыз қонақ, үйден кеткенде ренжімей кеткенін аса қатты басты назарда ұстады. Әкенің өсиеті ұрпақ үшін басты қағида болса, ұрпақтың болашағы жаман болмайды. Себебі атамыздың өзі сол жылдары өз өлкесіне танымал білім иесі болған тұлға. Ветеринария саласында көптеген еңбек етіп, ел ықыласы мен алғысына бөленген қайраткер адам. Әжеміздің өзі талайлардың тізгініне түсе бермейтін ауыр да күрделі сала математика пәнінің мұғалімі болған. Жалпы біздің әулетті білім ордасы, жоғары ілім қонған педагогтар династиясы десек қателеспейміз. Анамыздың жоғары білім алып, анасы секілді ұстаз жолын таңдауы осындай әулетте өсіп өнген бала үшін бір жағынан бақыт деп есептеуге болады. Анамыз Назымның кенже қарындасы Айғаным да ұстаздықтың қызығымен шыжығы мол жолын таңдады. Тіпті ағасы Еспосынды мектеп басқарып, білім нәрімен талай шәкірт тәрбиелеген. Міне, дәл осындай білім мен тәрбиеге толы отбасынан шыққан ұрпақтың жаман болуы мүмкін емес деп нық сеніммен айтуға болады. Осы мақсатпен анамыз 1980 жылы Ару қала, Арман қала, оңтүстік Астана болған Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтына, жаратылыстану география факультеті, география және биология бөліміне оқуға түседі. 1985 жылы арманын арқалап, Ару қала, Алматы қаласында жастық шағын өткізеді. 1985 жылы күректей дипломын алып, жаңа белеске көтеріледі. Бір ескере кететін жайт,
Анамыз студент атанған күннен бастап оның группалас курстастары анамыздың бойындағы талапшылдықты, байсалдылықты ерекше ескереді. Олар топпен бірге кезінде бүкіл Кеңес одағын аралап, тіпті Грузия, Армения, Ленинград қалаларында саяхаттап шықты. Жылдар өтіп, Хромтау ауданындағы мектеп география және биология пәндерінің мұғалімі болып жұмысқа орналасады. Жас маман болып орналасқан анамыз өзінің жан-жарын 1989 жылы жолықтырады. Екі жүрек, екі тағдыры бір арнаға түйісіп, Мұратжан Садықовқа тұрмысқа шығып, Құдықсай совхозының бас есепшісі төрт қара руынан шыққан Садықов Алпамыс атамыздың әулетіне келін болып түседі. Міне, осы отбасында дүниеге екі қызғалдақты қыздар дүниеге келді. Тұла бойы тұңғыш Әйгерім 1990 жылы 3 шілдеде дүниеге келсе, кенжесі 91 жылы 30 желтоқсан күні Алуа дүниеге келеді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді халқымызда. Әр баланың жүрегінен екінші анасы болып орын таба білген қасиетті тұлға, ұлы тұлға Назым Керейқызы өз өмірінің 40 жылға жуығын шәкірт тәрбиелеуге арнады. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы дегендей, ұстаздың міндеті ауыр, сонымен қатар жауапкершілікті талап ететін жұмыс. Назым анамыз кезінде Хромтау қаласында нөмір 1 мектебінде директорды болды. Оның түлектері аудандық, облыстық, Алматы қалаларының пәндік олимпиадаларында жеңімпаз атанды. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Назым Керейқызы ұстаздық жолында осы қағиданы ұстанып, балаларға биік адамгершілік парасат пен өнегені насихаттаған жан. Өкінішке орай, ортамызда ерте кетсе де, оның еңбегі мен қазақ педагогикасына қосқан үлесі өшпейді. Талайлардың білім нәрімен сусындауына ықыласын аямаған жанның рухы пейіште шалқып, жатқан жері жайлы болсын. Бірімізге асылана, ардақты жар, енді бірімізге аяулы ұстаз болған Назым Керейқызының есімі біздің жүрегімізде алтын әріппен жазылады. Ұрпақтар атынан мың тағзым сізге, асыл ана. Жетеледің мақсатына көздеген жылы сөздерін жүрегімде өзің барда бұл өмірде жалын биік өзгеден анашымай көктегі күндей көктемгі сепкен жанына жанашырай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашымай құлыным менің құлама деп құласаң да жылама деп ақыт аяулым өзіңсіз ана күнім шықпас көп ішінде үнім шықпас ат үстінде жаяумын анашымай көктегі күндей көктемгі сепкен жаныма жанашырай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашымай
өткен жаныма жанашыр